Аға, мен сұрақ қоя алмай отырмын, өйткені сіздің сөзіңізді бөлуге ниетім бармай отыр. Негізі мен осы сіздің түсірген сұхбаттарыңыздан қысқа нұсқа шығарамын ғой. Сонда қайсысын аларым білмеймін. Өйткені әрбір сөзде бір салмақ тұр. Иә. Әрбір сөзде бір патуа тұр. Дұрыс. Енді осы кіргенде Әрбір сөзде бір энергия тұр дейсің ғой. Иә. Энергия тұр. Сондықтан қандай сұрақ қоярын білмей қаламын кейде. Осы жаңа кіргенде сіз үш дүние болады дедіңіз, жер асты, үш әлем болады дедіңіз. Иә. Осы туралы айтып кетсеңіз, көрермендер естісін. Мынау жер 7 қабаттан тұрады. Аспан 7 қабат. Әр қабатында планеталар тұр. Оны планета аралық сана дейді. Мәселен, бірінші қатта айдың аспаны. Айдан бізге қандай энергия келеді? Ай сүзгіш екен, сүзгіш. Бүкіл планетадан берілетін энергия ай арқылы сүзіліп бізге келеді екен. Бірінші дейсіз. Егер біз ұмтылсақ Аллаға, көрдіңіз бе? Өзімізді тануға ұмтылсақ, ал енді танымай жағдай темекі тартып арақ ішіп жүре берсең, ол ашылмайды еш уақытта. Сонда қазіргі ғылымда, современный ғылымда айдан синтез, анализ деген екі энергия шығады дейді. Синтез дегеніміз сын, испытание, сын, тез деген форма. Бұл қарап отырсаң, бұл орысында сөз емес. Сонда синтез деген ол бірінші әлімсақтан келген сөз. Сын, тез, көрдіңіздер ме? Ол қазір дүние жүзінде ғылымда синтез деген атпен жүр. Сын деген испытание, тез деген форма. То есть әр нәрсенің өзінің формасы бар ғой. Енді сол айдағы екі энергиямен байланыста тұр. Синтез ол сон и память дейді. Ұйқы менен есте сақтау. То есть ата-бабаларға жалғасу. Сонда сыннан сүрінбей өтесің, ата-бабаларым жалғассаң. Ал анализ деген пугающая тайна, қорқытатаның энергиясы, сосын молчание, сөйлемеу. Мәселен, мына ілім жолында жүрген адамдар оп сөйлемейді ғой. Молчание золото дейді. Көрдің ба? Неге? Өйткені олар әрбір сөзін Алланың тыңдап тұрғанын біледі. Адамның айтқан әрбір сөзі ол уже энергия. Сен оны дұрыс айтсаң, ол ана потребительге жақсы нәрсе келеді. Ал енді ондай деңгейге шығатын біздің бабаларымыз, даналарымыз, олар Құдайға шүкір баршылық. Екінші қат Меркурий планетасының әлемі. Меркурийдан 5 қасиет. Біріншісі, айтады Меркурий, мен дейді адамдардың табиғатын дейді. Өте күшті қыламын дейді. То есть рухани тұлғасын қалыптастырамын дейді. Және дейді оларға даналықтың кілтін ашамын дейді. Адамгершіліктің кілтін ашамын дейді. Ақыл, ойдың, парасаттың кілтін ашамын дейді. 5 қасиет ашамын дейді. Оны кейін 3-ші қатта Венера планетасы. Венерадан бізге махаббат, үміт, сенім және сұлулықтың символы Венера. Оны кейін 4-ші қат көкте күн. Күн айтады, мен дейді өте көп нұрды шығарамын дейді. Мысалы күн шықпаса жердің бетінде не болар еді?
Қараңғылықта адам өмір сүре ала ма? Көрдіңіз бе міне? Күннен бізге махаббат, бүкіл әлемге махаббат келеді екен. 10 қасиетті алып. 5-еуі сезім, сыртқы әлемді бөлу үшін. 5-еуі сана, ішкі әлемді бөлу үшін. Сонда күннен бізге сезім мен сананың деңгейі 10 қасиет махаббатта екен. Одан кейін 5-ші қат көкті Марс планетасы. Марс планетасы айтады, мен дейді адамдарға өзін іздеудің жолына көмектесемін дейді. Өзін іздеудің жолында болса кім дейді, мен көмектесемін соған дейді. Оның кейін 2-ші ашу ыза менде тұр дейді. Ашу ыза, көрдіңіздер ме? Еш уақытта біз ашу ызаны сыртқа шығармамыз керек екен. Ашу ыза анау 2-ші планда тұру керек екен. 1-ші планда өзіңді іздеу. Оның кейін 3-ші тәлім тәрбие. Бұл Марс планетасынан. Оның кейін 6-ші Юпитер планетасы. Юпитер айтады, мен дейді адамзатқа бейбітшілік, бақыт және қажеттілікті ашамын дейді. 6-шы көрді Юпитер. 7-ші Сатурн. Сатурн планетасы бұл шындық пен Алланың заңдылығы. Сондықтан мына біздің ата-бабаларымыз 7-ші деңгейге көтерілген кезде бұл абыздық деңгей. Жаңа айттым ғой, жаңағы даналықтың 7 деңгейі бар деп. Әулиелік. Мен әулиеліктің. Міне осы сол әулиелік даналық қой енді. Соның міне 7 планетамен байланыста тұр. Көрдіңіз бе? Мен қазір қысқаша айтып жатырмын ғой. Кейін ол өзінше жеке тема болуы мүмкін. Өйткені әулиеліктің ашу керек та бұл. Иә, тақырып ашу керек. Міне сол біздің ата-бабаларымыз 7-ші деңгейге көтерілген кезде ол жерде қара светтен тұрады. Мына әр планетаның өзінің светі бар. Түр-түсі да. Енді сіз сөйлеш ретінде оны. Иә, Сатурнның светі қара свет. Сонда қара түс не дейді қазір? Ғалымдар да дәлелдеп отыр. Қара түс дейді ескілікті талқандап жаңалықты ашатын дүние дейді. Қара түстің энергиясы. Мен сондықтан қазақта қара шаңырақ, қара өлең, қара сөз, қара кемпір, қара бала деген көрдіңіздер ме? Міне құдіреттер тұр. Сондықтан бұл қара деген ең высший энергия, жаңағы Сатурн арқылы келетін. Міне сол абыздық деңгей. Қазір бізде жалған абыздар көбейіп кеткен қазір. Бәрі көкіректерін ұрады, мен абызым деп. Оны Алла біліп отыр ғой, кімнің қандай абыз екен. Алладан сен ештеңе жасырамайсың. Бір сұрақ қойсам. Иә. Енді бұл ілім ғой. Сізге қайдан келді бұл ілім? Қайдан таптыңыз? Қайдан оқыдыңыз? Бұл былай өзі. Мысалы жаңағы маған келген методика, әдістеме 12 квадрат. А4-ді 12 квадратқа бөліп аласың да, жазасың, ол өзінше бір үлкен дүние ғой. Мен өттім содан. Әлі біз оны толық былай ашқан жоқпыз әлі, ол дүниені. Өйткені оған сен де дайын емессің әлі, көрдің ба? Кішкене шет жағасын бастадың да, әлі күнге жүрсің ғой, сыртта айлап, келе алмай. Сондықтан бұл дүние жоғарыдан келеді, менің санама белгі береді. Яғни Алладан. Енді ғайыпты Алла ғана біледі ғой. Ғылым Алладан деген осы ғой енді. Енді ғылым Алладан. Ғылым Алланың бір аты ғой. Бір сипаты ғой, Алланың бір сипаты ғылым. Ал енді 21-ші ғасырға дейін ғылым бізде имансыз болды да, атом бомбасына кірді де, одан бомба жасап, қазір құтыла алмай отыр ғой адамзат. Әлі бірін қорқытып отыр. Дұрыс айтасыз. Қашан қорқыта беретін, бір жаратқан не біледі. Енді адамның ақылы
Оның жанымен байланысты. Осыған не айтасыз? Ақылның жаны. Бұлай Шәкәрім атамыз былай дейді. Ақыл деген өлшеусіз бір жарық нұр. Сол нұрды тән қамышын жан жұмсап жүр. Тағдырдың қиын сырлы сиқырымен жан тәнге, тән ақылға байлаулы тұр дейді. Тағдырдың қиын сырлы сиқырымен жан тәнге, ақыл жанға байлаулы тұр дейді. Сонда 8 деген цифра шығады, көрдіңіздер ме? Шексіздік. То есть сіз неғұрлым жердің бетінде адамзатқа пайдалы заттарды жасап жатсыз ба, сіз соғұрлым жоғарыдан нұрды қабылдай бересіз. Ол нұр ақыл. Шексіз. Иә. Шексіз ақыл. Айтып отыр ғой. Ақыл деген өлшеусіз бір жарық нұр. Сол нұрды тән қамышын жан жұмсап жүр. Тағдырдың қиын сырлы сиқырымен жан тәнге, ақыл жанға матаулы тұр дейді. Одан кейін мына өнер туралы. Жаңағы маған келген сал өнер. Баяғыда біздің сал серілер, олар универсал болған ғой. Өздері дизайнер, өздері художник, өздері композитор, өздері шешен, өздері дана, бәрі болған. Оларды да қоғам қабылдай алмаған байлар. Қазірде сондай жігіттер бар. Шығып жатыр ғой. Айтысқа да шығып жатыр. Бірақ әлі еркіндік, ол жігіттер еркіндік алған жоқ әлі. Әлі жоғарыдан бір қара дүние жоғарыдан қарап тұр. Адамзатты қателігі де. Сондықтан Шәкәрім айтады, үйренсе ғылым менен сал өнерін. Сал өнер деген өнер болған. Үйренсе ғылым менен сал өнерін. Білер еді өнердің берерін. Табысса ақын ойшыл адаммен, табар еді адалдық ар көмегін дейді. Міне қазір адалдық ар көмегін беретін адамдар жердің бетінде азған таяқ. Ар көмек. Ар көмегін беретін, көрдіңіздер ме? Арсыз ба деп қазақтар сөйлейді. Ар деген не? Ар деген уже, егер ар көмегі берілсе, сіз толыққанды адам боласыз. Енді ар деген сөз ол көкбөрмен байланыста тұр. Құранда 6 сүре, Әнғам, мақлуқ дейді. Тағы Шәкәрім бабамыз тиянақ көрме жалғанды дейді. Қуа берме арманды дейді. Пайғамбар мен сахаба сендігі содан қалғанды дейді. Алла деп күнде отыра берсең, жұмысты кім істейді? Өнерді кім істейді? Көрдіңіз? Тиянақ көрме жалғанды. Жалған дүниені тоқтамды ойлама дейді. Ол тоқтамайды дейді. Көрмесің қазір адамзат кішкене көз ашылып келе жатыр ғой. Жалған дүниенің не екен? Неліктен ағам кішкене басқаша сұрақ қояйын. Неліктен мен жаңа Өзбекстаннан бір адамдар келіп жатыр, бір танысым бар, посол болып, сол Өзбекстанға барып келеді де, айта алмай келеді ана, француз өзі. Тамаша дейді ана жақ. Азербайжанда жақсы шығып жатыр. Неге олай болып жатыр? Неге бізде тамаша деп айтпайды? Енді кеше мен пойызда айттым ғой, бір жігітпен келдім, Серікжан деген. Аға дейді, 10 күн Өзбекстанда емделіп келе жатырмын дейді. Солардың больницасында. Бір адам көрген жоқпын дейді, маска тағып алған. Жоқ дейді. Мына коронавирустың вообще есіде ештеңесі жоқ дейді. Жаңағы больницада барлық медсестралар намаз оқиды дейді. Түскі намазы бәрі жаңағы намазханаға кетеді екен де, намаз оқиды. Міне бізде менің естуімше Қазақстанда 300 ғана қари бар екен. Құран жатқа біледі. 300 ғана. 300. Қырғызстанда 5000 қари бар екен. Өзбекстанда 25 000 қари.
Міне солардың дұғасы Өзбекстанда коронавирусты кірмейді Өзбекстанға. Енді қари дегенде ол қариде жас балада қари болуы мүмкін. Бірақ аузы дуалы емес олардың. Жоқ, уже ол қари деген, уже ол дуалы ауыз. Түсінің ба? Ол Құранды жатқа білу деген, ол оңай дүние емес. Мысалы, маған Құранның астары ашылды, 4 сүресі. Сол астарының өзі қазір мінекей ғой, адамзатқа қандай әсер етіп жатыр. Ал енді соны мен уақытысында айтқан кезде, яғыдай онша имамдар ол мүмкін емес дейтін. Ал ішінде мынау тереңдері бар, ол бәке сізге бір ашылған бір құдірет дейді. Мәселен, өнердің иесі мен киесі бар дейді. Мәселен де, ол деген сөзінде, сен мысалы мен осы суретшілер әлемінде қаншама жас жігіттер уақытысында да арақ ішіп, болмаса анаша тартып, уақытысында олар өмірден жас кетті. Не бір талантты суретшілер. Сонда мен ол кезде Шымкентте істеймін. Сонда мен өзім сонда не қойғамда, осы өнер деген бұл рухани дүние ғой. Әрине. Бұл рухани дүниеге адам тақуалықпен келу керек қой. Әрине. Міне содан Аллаға шүкір деп жаңа қажылыққа бардым. Міне қазір 30 жылдан астам уақыт болды. Жаңағы 90 жылдан бастап намаз оқимыз. Намаз оқып сурет салып жатыр. Енді мен суреттердің бәрі таңба. Бұл жерде адам жоқ. Табиғат та жоқ бұл жерде. Тек таңба. Негізі аға. Неге? Өйткені әлімсақтан, көрін, әлімсақ. Бірінші жарылыс. Мұхаммед пайғамбарымыз нұры жаралған кезде біздің жанымыз таңба болып жаралған. Көрдіңіз ба? Міне сол таңбаның жолы ашылды. Кейде жаңа, мысалы, сені отырсаң, мен егер сенің таңбаң түсіргім келсе, отыра қалдымнан сызсам, сенің таңбаң түседі мерге. Сол нәрсе саған әсер етеді. Жақсы аға. Енді жаңағы Тағы қандай сұрақ? шеберхана салып жатыр дейсіз. Мен ойлаймын, Құда қаласа, мен негізі оптимистпін. Мен оны қазірде енді жаныма байланысты ақылмен көріп отырмын. Болашақта Құдай қаласа, сіздің осы 12 квадрат өнерді мектепке енгізеді ғой деп ойлаймын. Сізге премия беріп, былай ізденіп, күн көруден қолыңызды босатып, премия беріп, мектепке енгізіп, бүкіл өсіп келе жатқан жас балаларымызды тазартуға үлкен көмек болады ғой деп ойлаймын. Бұл әдістеме медицинаға да керек. Медицина. Сабақ ретін жүргізуге болады. Профилактический медицина деп. Психология. Өнерге керек. Өнер. Оның кейін бұл мынау мектепке керек. Мектепке керек. Мектеп. Психология, психика. Иә, адамның. Мәселен, Аллаға шүкір деймін, осы Астананың өзінде 4 мектепте сабақ бердім ғой мен. Осы методикамен. Қазір сол балдар уже мектеп бітіріп, қазір институт оқып жүр. Көкталдағы 40-шы мектептегі балдарда мен 4-ші класстан сабақ бергем. Соларды мен ылғи мешітке жаңағы ораза кезінде қадыр түніне барсам, солар сол мешіттің ішінде жүреді. Уже Аллаға деген уже бұрылыс бар да оларда. Оның кейін жаңағыларға қарап мен сүйсініп жатырмын. Барлық жағынан таза. Адамға ең бірінші адам болу үшін тазалық керек қой. Ойдың тазалығы, ақылдың тазалығы, дененің тазалығы, киімнің тазалығы. Көрдіңіз бе? Онсыз қалай өмір сүреміз біз? Дұрыс. Міне осы. Тағы сұрағың бар ма? Енді келесіге қалдырайық.